Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі іс-шараға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осы іс-шарада болғаныма өте қуаныштымын. Жалпы мен таныстырып кетті. Мамандығым бойынша биология пәні мұғаліммін. 10 жылдан аса осы білім саласында қызмет жасап келемін. Бірінші кішкене танысайық бір-бірімізбен. Мына суретте мен соңғы тренд гибли стиліндегі суретімді қойдым. Және осы жерде 3 сөйлем айтылған. Осының ішінен екеуі дұрыс, біреуі жалған, соны табу керек. Енді менің тақырыбым көбінесе сұрақ сұрау, қол көтеру, интерактивті түрде өтеді. Сондықтан да құрметті студенттер, өздеріңізді еркін ұстап, белсенді қатысып отырсаңыздар. Бұл жерде біріншісі ол бір уақытта менде балық, тасбақа, хомяк, тотықұс, кесіртке, мысық болған бір кезде. Екіншісі мен біздің президентпен қол алысқанмын. Және үшіншісі ол мен Хьюстондағы, яғни Америкадағы NASA орталығында болғамын. Тауып көрейік, қайсы шын, қайсы жалған екен. Кім бірінші ақпараттың дұрыс екенін дұрыс деп ойласа, қолын көтерсін. Жақсы. Так, мұнда көріп тұрмын. Жақсы. Мына қатар ешкім сенбейді ма оған? Біреу, жақсы. Екіншісі, мен біздің президентпен қол алысқанмын. Көбісі қол көтеріп жатыр, жақсы. Және үшіншісі, ол мен Хьюстондағы NASA орталығында болғанмын. Жақсы. Сонымен бұл жердегі бірінші ақпарат ол дұрыс. Мен биология пәнінің мұғалім болғандықтан сіздер ұмытып қалған шығарсыздар, иә? Осы жануарлардың барлығы менде бір уақытта болған. Және мен Хьюстондағы NASA орталығында болғанмын. Ал екінші ақпарат, яғни біздің президентпен қол алыстық деген бұл жалған, ондай мүмкіншілік әлі маған болмады, иә? Жақсы, енді сіздермен таныстық, әрі қарай тақырыбымызға өтейік. Барлықтарыңыз мектепте оқыдыңыздар, сіздерде ғылыми пәндер болды. Қандай пәндер ғылыми пәндер? Химия, сосын? География, биология, физика, иә? Жақсы. Кім бұлай ойлады? Сабақта отырған кезде, мен доктор болмаймын, маған осы биология керек емес дегендер. Қол көтерсінші. Маған осы физиканың түк қажеті жоқ, мен басқа салада жұмыс жасаймын дегендер. Апай маған 5 қоя салыңызшы, мен бәрібір бұны университетте оқымаймын дегендер. Қол көтерсін. Болды, көбінесе. Негізі осы жасаған нәрсеміз кішкене қателік. Өйткені ғылым бізде әр саланың түбін қарайтын болсақ, біз онда ғылымды көреміз. Мысалы, бірінші суретке назар аударайық. Қараңыздар. Не көріп тұрсыздар? Мен бұлай түссем болады ма? Естілмейді сияқты. Қалай ойлайсыздар? Не көріп тұрсыздар? Ғимарат, жай ғимарат па? Негізі екі ғимарат, бірақ ғимаратқа қосымша бір нәрсе жасалған. Бірінші суретте қарасаңыздар, мынау тұр ғой, үшбұрышты рамка сияқты сыртынан қоршалған, темір ма, темірден жасалған, ал екіншісі өте жіңішке жіптерді ұстап іліп қойған. Қандай мақсатта? Қалай? Ұшып кетпес үшін. Ғимараттың қозғалысын шектеу үшін. Неліктен? Қандай жерлерде бұл ғимараттарды осылай ұстап тұру қажет? Жер сілкінісі кездері, Яғни ғимараттың құлап
кетпеу үшін қосымша осындай архитектура, қосымша көмек жасалған. Бірінші жерде де, екінші суретте де алсаңыздар, бұл жерде химиялық жаңағы материалдар қолданған. Осы материалдар осы ғимаратты ұстап, оның жер сілкінісі кезінде бұзылмау үшін ғимаратты ұстап тұр, Енді не айтқым келді? Бізде архитектура саласы бар. Құрылыс саласы. Құрылыс саласын қарайтын болсақ, ол жерде де біз ғылымды көреміз. Бірінші мысалы көпір салған кезде физика өте қатты қолданылады. Көпірдің мықтылығы, жел кезінде оның тұрақты болуы, ауыр заттарды жүргізуі, өткізуі, осының барлығы физика ғылымын қолданады. Екінші суретке қарайықшы, нені көріп тұрмыз? Біздің Астанадағы опера залы, Қандай ғылым бар деп ойлайсыз осы жерде? Дауыс, дауыс, дыбыс деп айтсақ болады. Операны салған кезде физиканың, яғни дыбыс ғылымы қолданылады. Өйткені мынау орындықта қандай мата қолданылған, қабырғада қандай материал қолданылған, оның барлығы дыбыстың әр отырған адамға жетіп, немесе мысалы, егер материалдар жұмсақ болса, ол дыбысты әрі қарай алып кетеді. Егер қатты болса, ол дыбысты алып кетпей, оны көрермендерге қайтадан өткізеді. Яғни бұл жерде де, опера залын салған кезде де ғылым қолданылады. Екінші, күнделікті жасайтын ісіміз, бетімізді жуамыз. Кім бетін сабынмен жуады? Қол көтерейікші. Сабынмен. Жақсы. Сабынмен жуатындар бар ма? Көбінесе. Сабынмен жууға болмайды. Неліктен? Кім біледі? Қол жууға арналған, бұл жалпы сөзбен айтқан кезде, біз pH деген бар. Кім біледі pH деген не екен? Айта беріңіз, Жарайды. pH дегеніміз, яғни сілті немесе қышқыл деп айтамыз. Судың pH қандай? Кім біледі? 7, нейтральный, яғни біздің терінің pH-ы бізде кішкене қышқыл. 5 деп айтсақ болады. Неліктен қышқыл? Өйткені жаңағы бактериялардың ары қарай кірмес үшін. Ал сабындыкі, оныкі сілтілі. Біз сабынды бетімізге қолданған кезде біздің барьер дейміз ғой, қорғаныш. Бір қабыршақ кетеді да, біздің бетіміз тітіркеніп бастайды. Сондықтан да сабынды бетке қолдануға болмайды. Екінші сурет. Білеміз ба не екен, қыздар? SPF. Кім қолданады SPF? Неліктен қолданамыз? Әдемі дегенде жаңағы бет әжімсіз болған қалаймыз ба? Ұзақ уақытта жас көрінгіміз келеді. SPF, яғни бізде теріні жас ұстауға көмектеседі, бірақ бұдан бөлек SPF бізге күннің ультракүлгін сәулелерінен қорғайды. Неліктен SPF қолдану маңызды? Өйткені біз білеміз, ғылымда радиация ол мутацияға алып келу мүмкін. Мутация дегеніміз жасушаның контрольсіз бір іс-әрекеттер жасау, мысалы контрольсіз бөлінуі. Яғни жасушалардың контрольсіз бөлінуі бізде қандай ауру ол? Рак ауруы, Яғни SPF жағу арқылы біз осы рак ауруын болдырмауға бір қадам жасаймыз. Яғни біздің ғылым ол косметика өнеркәсібінде өте көп мысал осы салада қыздар біледі, көптеген жаңағы крем болсын, бет бояйтын заттар болсын, барлығында осы химия ғылымы қолданылады. Әрі қарай не көріп тұрмыз? Аватар. Аватар көргендер бар ма? Фильмді. Ұнады ма сіздерге фильм? Аватар өте бір әйгілі
өнер туындысы болды. Ол жерде 3 нәрсе керемет біріктірілген. Ол өнер, технология және ғылым. Неліктен ғылым деп ойлайсыздар? Қандай ғылым болуы мүмкін осы фильмда? Көргендер айтсаңыздар. Аватарлар қандай әлемде тұрады? Қандай бір елде тұрады? Пандора деген елде тұрады, я? Жалпы бұл фильмді көрмеген болсаңыздар, мен сіздерге көруді ұсынамын. Өте көп ақша жинаған және көптеген Оскар сыйлығын алған өнер туындысы. Бұл жерде осындай адамға ұқсайтын алып көк аватарлар өмір сүреді. 2001 бөлімі, қателеспесем, 2009-да шықты. Кейін арасына 10 жыл салып, екінші бөлімі шықты. Екінші бөлімі шыққанда аватардың екінші түрін сіздерге таныстырады. Жалпы екеуі бір түр, бірақ ерекшеліктері бар. Осы фильмді түсірген кезде ғылым өте қатты қолданылған. Бұның ішінде неше түрлі жануарлардың түрлері бар, және өсімдіктердің түрлері кездеседі. Бұл жерде өте әйгілі университеттердің ғалымдары осы фильмде жануарлардың, өсімдіктердің жаңа түрлерін шығаруға көмектескен, яғни ғалымдар қатысқан. Және де ең маған ұнайтыны ол, мысалы, бірінші аватарлар, олар орманда өмір сүреді. Түстері көк, сосын аяқтарының бұлшықеттері өте мықты, құлақтары үлкен болып келген, өйткені қандай да бір дыбыс болса, тезірек ол дыбысты алу үшін. Ал екінші аватарлар, олар суда өмір сүреді. Суда өмір сүргенде олардың қолдары қандай? Неге ұқсап кеткен? Я? Қалай айтатын еді? Жүзуге арналған, жүзуге бейімделген, және түстері де нақты көк емес, көбінесе сумен, жаңағы суда өздерінің жауларынан қорғану үшін шамалы жасыл түсті болып келген. Бұл жерде де, егер қарайтын болсақ, біз биологияның тақырыбы, яғни эволюция, адаптация деген бейімдеушілік тақырыптарын көре аламыз. Яғни ғылым бізде өнерде де қатты қолданылады. Және ең соңғысы, соңғы керемет ғылымдағы жаңалықтардың бірі, ол не деп ойлайсыздар? ДНК, сосын қайшы, яғни қазіргі кезде ғалымдар ДНК-ның белгілі бір бөлшегін кесіп тастап, оны басқа бөлікпен ауыстыра. Ол бізге көптеген үлкен, дәмді, көкөніс мүмкін алуға, немесе генетикалық ауруларды емдеуде көмектесетін бір үлкен ашылу деп айтсақ болады. Яғни ғылым ол биотехнологияда, қазір әріптесіміз сіздерге түсіндіріп жатар. Яғни айтқым келгені, ғылым деген кезде ол тек биология емес, ол тек медицина емес, тек қана физика емес, химия сабақтар емес, ғылым барлық жерде. Егер өздеріңіз бір саланы алып қарайтын болсаңыздар, зерттеп, міндетті түрде ол жерде осы ғылымның бір элементін көретін боласыздар. Енді ғылымсыз өмір қалай болар еді? Ғылым болмаған кезде ол бір біздің өмір хаос болатын еді. Бірінші, мысалы, пандемия кезін айтсақ. Пандемия кезінде, егер біз деректерге жүгінетін болсақ, мына жерде Қазақстандағы қайтыс болған кісілердің саны көрсетіліп тұр, 19.072. Қандай қателік болды біздің адамдардан? Ғылыми сауатсыздықтан болған нәрсе, ол біріншісі сенбеу, пандемияға сенбеу. Яғни вирустың бар екеніне, маска тақпау, қол жумау, еш нәрсе болмайды деген нәрсемен көптеген адамдар бастапқы кезеңде бір-біріне не істеді? Ауруды жұқтыртқызды. Бұл, яғни ғылыми сауатсыз адам, ол вирустың бар екен, ол жаңағыдай бір-біріне жұғатын сенбейді, оны жасай береді. Екінші қателік, ол вакцина, екпенің салдырмауы. Көбінесе бізде осындай жаңалықтар болды. Бізге чип салайын деп жатыр деп, кім бар естігендер?
вакцина арқылы бізге чип салады, оны салуға болмайды, ол бізді жаңағы барлығымызды зомби қылу мүмкін деген әңгімелер болды. Ол да үлкен ғылыми сауатсыздықтың бір мысалы. Көптеген адамдар вакцинаны салдырмау арқылы аурудың одан сайын тарауына және ең соңында өте бір өкінішті жағдайларға алып келді деп айтсақ болады. Екіншісі ол бургер. Кім жақсы көреді? Фастфуд. Бургер. Жақсы көрмейсіздер ма не, жігіттер? Жақсы көреміз, еще оны коламен ішеміз, қаншалықты көп фастфуд жейсіздер? Күнде жейтіндер бар ма? Күнде қолданатындар. Ладно, бір аптада 2 рет. Жақсы. Әрине, фастфуд оңай, барамыз, Макдональдс бар, Бургер Кинг, тез ала салу бізге дайындап береді. Ішінде и су бар, и фри деген сияқты оңай жолы, бірақ енді қараңыздар, ғылыми сауатты адам ойланады. Күнде жеу, аптасына немесе 2 күнде бір осы фастфудты қолдану қаншалықты дұрыс шешім менің өміріме, менің денсаулығыма. Бұл жерде айтқым келгені, фастфудтың көбінде бізде холестерин бар. Холестерин ол біздің қан тамырларымызды жаймендеп толтырады. Қазір сіздер жесеңіздер, 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін оны байқамайсыздар. Ол сізде жинала беру мүмкін. Осы суреттегідей, мысалы, бірінші қан тамырында таптаза болып тұр, сосын біртіндеп жиналады да, көбінесе ол бір 30 жылдан кейін, мүмкін сіздерге бір мезетте адамның не істейді, қан тамырын жабады, сіздің жасушаларыңыз керекті оттегімен пайдалы жаңағы глюкоза деген тағамдарды алмайды. Адам бұл неге алып келу мүмкін? Инсульт, инфаркт, өлімге алып келу мүмкін. Яғни ғылыми сауатты адам қазірден бастап осы жеп жатқан тағамының қалай оның денсаулығына әсер ететінін көрсетеді. Сондықтан да, құрметті студенттер, сіздердің қолданып жатқан тамақтарыңызға назар аударыңыздар. Және келесі. Бұл не? Ойыншық. Ойыншықтан басқа. Ремень, қауіпсіздік белдігі. Қауіпсіздік белдігі неліктен осындай формада жасалған? Машина айдағысы келетіндер бар ма? Ұшып кетпес үшін, Негізі ең алғаш 1900 жылы осындай тек белдеу болып жасалынған. Бірақ кейін адамдар оны жақсартқан. Физика ғылымын, биология ғылымын қолдану арқылы физика, яғни көлікпен адам бірдей жылдамдықта келе жатып, көлік тоқтап қалған кезде адам не істейді? Ньютонның бірінші заңы ары қарай жүре береді, оны ұстап қалу керек. Бірінші белдіктің формасын жасаған кезде алдыңғы бөлік полностью алға қарай не істейді? Ұшып кетеді, Кейін 1950 жылы 2 жақты белдік жасаған. Содан кейін 1959 жылы диагональды белдік, яғни 3 жерден ұстап тұратын бұл иық, кеуде, сосын бел. Осы форма ең максималды түрде денені ұстап, жаңағы адамдағы инерция күшін жан жаққа жайып, жарақатты азайтуға алып келеді. Сол үшін осындай 3 нүктелік белдік жасалынған. Енді сіздерге сұрақ, қалай ойлайсыздар? 2 жақты белдік бар ғой, неліктен болмады? Неліктен оны алып тастады? Қалай? Неудобный, мүмкін. Басқа қандай варианттар бар? Қалай? Қысылып қалу мүмкін. Ол да болуы мүмкін. Басқа? Ол осылай 2 жақтан тұрады. Бел ашық қалады, жақсы. Білесіздер ма қандай себеп? Біз еріншекпіз ғой адамдар. Адамдар 2 жағын тағу керек болса, оны істемейді екен.
Сондықтан да бір ғана осы не үшін былай алып біреу ғана тық деп жасай алатын нәрсе. Көп адамдар екі жақты белдікті тақпайтын болған, сондықтан осындай үшінші модельге алып келген. Статистикаға келсек, бұл жерде енді қауіпсіздік белдігінің маңызы өте көп. Оны жайдан жай шығармаған, оны ғылымды қолдану арқылы шығарылған, және бұл қауіпсіздік белдігі көптеген жандарды қазіргі күнге дейін өлімнен сақтап келеді деп айтсақ болады. Енді ғылыми сауаттылық дегеніміз не жалпы? Ғылыми сауаттылық адамның ғылыми ұғымдарды, құбылыстар мен процестерді түсінуі, сондай-ақ бұл білімді жаңа және кейде ғылыми емес контекстте жағдайларда, яғни қолданылуы деп айтылады. Жай сөзбен жалпы кейбір ғылыми ұғымдарды білу және оны қолдана білу, егер жай сөзбен айтылғанда. Енді ғылымды жақсы меңгеру тек ғалымдар үшін ба? Тек ғалымдар үшін керек па? Жоқ, яғни бағанағы мысалдардан көріп тұрмыз, барлығымызға ғылыми сауаттылық керек. Ғылыми сауаттылық ғылымның қалай жұмыс істейтінін білу және сыни тұрғыдан ойлау. Егер сіздерде ғылыми сауаттылық болса, ол не істейді? Жалған жаңалықтарды анықтауда сізге көмектеседі, денсаулыққа қатысты дұрыс талдау жасауда көмектеседі, ғаламдық мәселелерді түсіну, яғни біз тек қана Қазақстан өзі бір әлем емес қой, иә? Қазіргі қолданып жатқан мысалы пластик болсын, иә, сіздердің мусор деңгейі, ол жалпы әлемдік нәрсе бойынша бізге әсер етеді. Соны түсіне білу, және ең соңында барлығымыздың мақсатымыз қандай? Ол жақсы бір азамат болу, иә? Осы 4 жағдайда ғылыми сауаттылық сізге өзінің көмегін көрсетеді. Ғылыми сауаттылықтың бір өте маңызды бөлігі ол медиа сауаттылық. Бізде көптеген жағдайларда біз ақпараттың шын немесе жалған екенін білмейміз, иә? Қазір біз сіздермен активити жасап көрейік. Мына жерде тек қана қолданыс көтересіздер, иә? Мен сұрақтарды оқимын. Шын деп ойласаңыз көтересіз, жоқ деп келіспесеңіз көтермейсіз. Біріншісі, логикалық ойлау үшін сол жақ ми жартышары, ал шығармашылық үшін оң жақ ми жартышары жауап береді деген кім келіседі? Ұялмай еркін көтере беріңіздер. Жақсы. Өтірік детекторы жалған сөзді жақсы анықтайды. Фильмдарда қолданады ғой, детектор лжи. Ол өтірікті жақсы анықтайды. Кім келіседі? Жақсы. Ұлы Қытай қорғанын халықаралық ғарыш станциясынан көзбен көруге болады дегенге кім сенеді? Китайская стенаны ғаламшардан көруге болады деген. Жақсы. Біреу, екеу. Әр қарай. Қарама қарсы жандар бір-біріне тартылады. Жұбайлар бір-біріне ұқсамаса, олардың некелері мықты болады деген. Кім келіседі? Келіспейсіздер ме? Жақсы. Адамдардың көпшілігі миының тек 10% ғана қолданады. Кім дұрыс деп? Жақсы. Тұлға балалық шақта қалыптасады және кейін өзгермейді деген нәрсе. Яғни сіздердің мінез құлықтарыңыз балалық шақта қалыптасады, одан кейін өзгермейді. Жігітте, Әрі қарай. Омега-3 майлары, омега-3 май қышқылдары жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алу үшін пайдаланылады. Қабылдайсыздар ма витаминдар? Әрі қарай. Ашу ызаны іште ұстағаннан көрі, оны сыртқа шығарған дұрыс. Жақсы, көбісі келіседі екен. 25-ші кадр, яғни бір фильм болсын, 25-ші кадрда бір затты көрсетсе, сол затты сіз алғыңыз келеді. Осыған сенесіз ба? Бұны жаңағы хабар, реклама жасайтын кісілер қолданады деп. Келсесіз ба? Жақсы. Әрі қарай. Ай толғанда психикалық ауытқулар күшейеді. Жақсы. Иммунитетті сарымсақ пен С дәрумені арқылы күшейтуге болады. Сарымсақ жейсіздер ме ауырған кезде?
Жүкті кезінде, яғни аналар жүкті кезінде Моцарттың музыкасын тыңдаса, оның баласы ақылды болады дегенге кім сенеді? Я? Жақсы. Шаш пен тырнақ адам қайтыс болғаннан кейін біраз уақыт өсе береді. Жақсы. Ит иесін 2 жылдан кейін және басқа жерде тануы мүмкін. Көбісі сенеді екен. Жақсы. Позитивті көзқарас рак ауруын емдеуге немесе алдын алуға көмектеседі. Жақсы. Белсенді қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Жалпы бұл айтылған ақпараттың барлығы шын емес. Оны білу үшін осы QR-кодта, осы кітапта неліктен шын емес екенін сіздерге ғылыми тұрғыдан түсіндіріледі. Өздеріңіз қарап алсаңыздар болады. Кішкене уақыт берейін, скан жасап алыңыздар. Бұны неліктен айтқым келді? Бізде өте көп осындай жағдайлар бар. WhatsApp'та көптеген сообщениялар келеді, хабарламалар келеді. Осыны 10 досыңа жіберсең, саған осындай болады. Мына жерде тегін бір нәрсені таратып жатыр. Терезе есіктерінді жауып қойыңдар, самолетпен бір уды шашып жатыр. Деген ақпараттар кім естіді, кімге келді, қолын көтерсінші. Біздің мамаларымыз айтып жатады, үйде отыр, шықпа, қазір бір нәрсе болып жатыр деген сияқты. Көп деген осындай, бізде Қазақстанда көп сондай. Сосын оны біз еще таратамыз әрі қарай. 10 адамға жібереміз, бір нәрсе болады деп оны күтіп отырамыз деген сияқты. Бұл неге алып келеді? Бұл жалпы біздің медиа сауаттылыққа алып келеді. Негізі медиа сауаттылық ғылыми сауаттылықпен тығыз байланысты. Бір ақпаратты алған кезде сіздің белгілі бір қадамдарыңызға өздеріңіз назар аударуларыңыз қажет. Мысалы, бірінші тұтыну. Сіз қандай ақпарат алдыңыз, оған қалай қол жеткіздіңіз? Сізге егер біреу жіберсе, сіз одан сұрайсыз ба, қайдан келді мынау ақпарат? Или сразу қарап, әрі қарай тарата бастайсыз ба? Талдау, алған ақпараттың мағынасын түсіне алдыңыз ба? Кей кезде миға қонбайтын заттар болуы мүмкін, кішкене оны оқып, ойлану қажет. Бағалау керек. Әрбір бақты белгілі бір адам белгілі бір мүддемен жасайтын білесіз бе? Яғни біз білеміз, ақпарат ол бір адамдарды кей кезде басқару, өз мүддесін, өзіне бір пайда болсын деп ақпаратты тарату мүмкін. Сіз сол жағынан да ойлануыңыз қажет. Тарату, сіз белгілі бір контент жасағанда, оны адамдарға таратасыз ба? Мысалы, сізге келді, сіз әрі қарай таратсаңыз, жауапкершілік сізге де түседі, өйткені сіз таратушысыз. Және ең соңғысы реакцияңыз, алған ақпаратыңызды не істейсіз, Жалпы ойына өтірік деп айттыңыз ба, қоя салдыңыз ба, немесе ол адамға айтасыз ба, бұл өтірік қой, неге сен сендің, неге жіберіп жатырсың деген сияқты. Яғни бір ақпаратты алған кезде осы қадамдардан бір естеріңізде ұстап өтіп шықсаңыздар пайдалы болады. Енді бағана айттық, ғылыми негізі мен биология пәні біз бірінші сыныптан бастап оқушыларды жалпы ғылымды түсіндіре бастаймыз. Мысалы, бастауыш сыныпта біз оларға айтамыз, ғылым ол айналамыздағы барлық нәрсе ғылым, ауа райы ғылым, мысалы, күн ол ғылым, жаңағы заттар болсын, мысалы, ғылым деп. Және оларға бір қызығушылықты туғызамыз. Үлкен сыныпқа келе бастап, олар тереңдей түсінеді және ғылымның барлық салада бар екенін түсіндіреміз. Енді сіздер, құрметті студенттер, мүмкін сіздердің мұғалімдеріңіз сізді қызықтыра алмады, мүмкін сіз сол кезде сабақты оқитын бір күйде болмадыңыз, Бірақ та айтқым келгені, ғылыми сауатты болу ол тек қана мектепте берілмейді, ол әрқашан жүретін бір процесс. Сіздер ғылыми сауаттылығыңызды дамыту үшін күнделікті бір ақпаратты оқысаңыздар болады. Бірақ ақпаратты ғылыми журналдардан, ғылыми ресурстардан оқу қажет. Мына жерде бір-екі сіздерге ресурстар берілген.
Осыны қарап күнде өздеріңізге бір мақсат қойсаңыздар болады да, мысалы 10 минут тиктокта отырған жақсы ма, немесе 10 минут мысалы TED-дан бір пайдалы видео көргенім жақсы ма деген сияқты, иә? Немесе қазір бір видео көремін, немесе бір мақала бітіремін, содан кейін тиктокта отыруға болады деген сияқты. Яғни өздеріңізге кішкентай бір мақсат қою арқылы сіз ғылыми сауаттылығыңызды дамыта аласыз. Мына жерде National Geographic Қазақстан өте үлкен керемет сапада қазақ тілінде шығарылатын журнал, бұның сайты да бар, қарасаңыздар болады. Өте қызықты ақпараттар әртүрлі, әр қарай BBC Earth деген бар. Қазір білесіздер, бір кнопканы басу арқылы любой видео болсын, текст болсын, қазақ немесе орыс тіліне аударуға болады. Әр қарай TED Education, TEDx өте пайдалы қысқа видеоларды көрсеңіздер болады. Және ең соңғы, егер тереңірек бір нәрсе зерттегілеріңіз келсе, бір тақырыпты ол Хан Академияда қолдансаңыздар болады. Жалпы менің осымен аяқталды тақырыбым. Бүгін сіздер не қолданасыздар, ол сіздерді болашақта мысалы 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін сіздің қандай адам болатыныңызды анықтайды. Сондықтан пайдаланатын нәрселеріңізге бұл тамақ болсын, бұл ақпарат болсын, бұл достарыңыз болсын, өте үлкен мән беріп, өздеріңізге жақсы пайдалы нәрсені тұтыныңыздар. Осымен аяқталды. Енді қазір бізде Q&A, сұрақ-жауап сессиясы болады. Егер сұрақ болса, және ең керемет сұраққа біз сыйлық береміз. Дәстүрімізді уже жаттап алды. Бізде өздеріңіз білесіздер, бір дәстүр бар, ол үздік сұрақ қойған сұрақ иесіне осындай кітап табыстаймыз, және бұл кітап бүгінгі сіздің тақырыбыңызбен өте жақсы байланысады деп ойлаймын, иммун жүйесі туралы. Сіз жалпы жасанды интеллектке байланысты ғылыми жобаларға қатысқыңыз келе ме? Жақсы, рахмет үлкен. Қазір жасанды интеллект ол үлкен бір тренд, ғылым саласын өте күштілеп өзгеріп жатқан нәрсе. Соңғы бір есімде қалғаны, мысалы қазір жасанды интеллектті қолдану арқылы ракты, егер қателеспесем, ракты суретті мысалы жібересіздер жасанды интеллектке, ол сізге диагноз немесе жаңағы суретте бір қауіп бар ма деген сияқты сіздерге ақпараттар айтып береді. Сол жағынан керемет жаңалықтар жасап жатыр. Жалпы біз қазір білім саласында мектепте қолданамыз жасанды интеллектті. Қандай мақсаттарда сіздерге қолдануды ұсынамын? Жасанды интеллект ол күшті репетитор. Мысалы, бір тақырыпты алсаңыз, мысалы, адам ағзасы дейік, сіз жазасыз маған, мысалы, жүрек туралы түсіндір дейсіз. Ол сізге көп жаза бастайды, сосын сіз айтасыз, бұл тақырыпты маған бір 10 жастағы балаға түсіндіргендей түсіндір дейсіз. Ол сізге өте оңай тілмен, сізге қиын тақырыпты түсіндіріп береді. Яғни сіз жасанды интеллектті личный, өзіңіздің жеке бір репетитор ретінде қолдана аласыздар. Жалпы жобалар болса мен қатысқым келеді. Қазірде кішкене жобаларды жалпы жасап жүрміз. Рахмет үлкен сұрағыңызға. Ғылым барлық салада бар деген қазіргі таңда ой бар. Сіздің ойыңызша ғылым шығармашылық пен өнерде де бар ма? Және ол қалай үйлеседі? Соны түсіндіріп берсеңіз. Жақсы, үлкен рахмет. Менде осыған бір тақырып болған. Жалпы ғылым деп айтса, оқушыларда мынандай характеристика жүреді. Ғылым ол қиын, ғылым ол тұрақты, ғылым ол қызықсыз деген түсінік бар. Ал өнер деп айтсақ, ол мынандай характеристика келеді. Өнер ол оңай, өнер ол қызық, өнер ол жаңағы өзгергіш деген сұрақ келеді. Енді жалпы білім саласында негізі сай арт деген ұғым бар. Ғылым мен өнердің қосындысы. Яғни ғылым мен өнерді қосқан кезде осы қандай нәрсе шығады? Ғылым қызықты болады, ғылым оңай қабылданады және креативтілік дағдыны дамытады.
бұл жерде яғни ғылымды біз өнерді ғылымда қолданамыз. Мысалы сурет салу болсын, модельдеу болсын, ол да бір түрі біздің бастауыш сыныптарында қолданатын көбісі. Нақты өнерді айтсақ, мысалы сурет салуда краска, бұл химия ғой тоже. Мысалы красканы, қандай красканы қолдану, оны жағатын жері, кептіруі деген сияқты. Бұл да бір химия, және бұл өнердегі бір ғылым деп мысалы айтуға болады. Физика. Қазіргі таңда физика бар ғой, ғылым, физика ғылымы. Білетін шығарсыз, Эйнштейннің салыстырмалы теориясы бар ғой. Сол уақыттың бір қалыптылығы туралы айтылады сол жерде. Уақыт бір қалыпты ма, мысалға өзіңіз қалай қарайсыз соған? Қазіргі уақытта жыл тез өтіп жатыр дейін, 2000 жылдан жылға тез өтіп жатыр ғой. Соны түсіндіре кетсеңіз, уақыт бір қалыпты ма, әлде өзгеріп отыра ма деген сияқты? Негізі мен физик емеспін, бірақ наны білем. Бұл да ғылымдағы өнердің бір мысалы болады шығар. Эйнштейн айтқан ғой, егер бір саған ұнайтын жақсы адаммен отырсаң, 1 сағат 1 секунд ретінде көрінеді. Ал егер ыстық нәрсеге қолыңды тигізіп қалсаң, 1 секунд саған 1 сағат ретінде көрініп келуі мүмкін. Яғни салыстырмалық теориясы деп айтады. Әзірге енді мен жақсы бір жаңалықты айта алмаймын, барлығы салыстырмалы деп ойлаймын. Мүмкін бұны бір физиктан сұрау қажет шығар. Жалпы Эйнштейннің несімен, ойымен қаламын. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым, сіз осы ғылым саласына келместен алды қандай бастамадан бастадыңыз? Және осы ғылым саласына келуге сіздің не қызығушылық болды? Жалпы барлық нәрсенің бір бастамасы болады ғой, сізде қызығатындай бастама болды ма жалпы? Үлкен рахмет, сұрағыңыз маған ұнады, және бұл сұрақ маған өте жақсы келеді. Негізі бір себеп бар, мен биология пәні мұғалім болғаныма, ол менің биология пәні мұғалімім өзімнің. Ол кісі мен 5-ші сыныпта оқитын кезде бір маған біздің сыныпқа нені алып келген, попугайды алып келген. Мен бірінші рет көрдім сол кезде өмірімде. Сосын кәдімгі лимон ағашы бар ғой, лимон өсіп тұрған. Сол лимон ағашын алып келген. Яғни оның сабақтары, мен нақты сөздер есімде жоқ, бірақ оның жасаған заттары қатты есімде қалған. Және соған мақсат қойып, мен де сол секілді биология пәні мұғалімі болам деп, солай ғылымға келдім деп айтсам болады. Рахмет үлкен. Сұрақ давайте. Қазір мысалға аралдың тартылуы әлемдік апат қой. Аралдың тұздықтары Антарктидадан, Голландиядан табылып жатыр ғой, білесіз ғой да? Сол қалай болуы мүмкін? Бұл реакция қалай жүруі мүмкін сіздің ойыңызша? Аралдың тұзы Голландиядан табылып жатыр, Антарктидадан мұздықтардан табылып жатыр да? Қазір мен нақты былай деп айта алмаймын. Егер олай айтсам өтірік болады шығар. Но біз білеміз, бізде цикл ғой барлығы. Я, даже вот мысалы қазір углекислый газ, көмірқышқыл газы, я, біз шығарамыз, ол өсімдікке барады, бір цикл, я, кейбіреулері ол атмосферада қалып қалуы мүмкін, кейбірлері бактерияларға кетеді. Яғни барлығы цикл, да? Енді біз елдерге бөлінгесін, бізде бір стекло жоқ қой, біздің атмосфераны жауып тұратын. Атмосфера, аспан, я, ай бір, күн бір деген сияқты. Бұл жерде бір цикл бар деп ойлаймын. Сол элементтердің, ағзалардың бір-біріне жіберілу арқылы мүмкін солай жол жүрген шығар деген жауап. Бірақ бұл менің ойым, оны тексеру қажет болады. Сәлеметсіз бе? IT саласында қандай биологиялық проблеманы шеше аламыз? IT саласында. IT саласында қандай? Так, бізде мынандай нәрсе болды. Қазір біздің оқушылар жасап жатқан, бірақ қаншалықты IT. Олар
қазір біз көбіміз ойын ойнағанды жақсы көреміз, иә, компьютерный игры, телефонда ойын бар, иә, специальный клубтарға барамыз, иә. Бірақ бізден андай мақсат қазір сол ойындарды пайдалы контентпен ойнаса балалар. Біздің оқушылар жасады, суда жүреді, сосын жаңағы немен AR, VR мен жаңағы мусорды жинайды. Яғни ойыны қоқысты жинау судағы, әр қоқыс жинаған сайын оған бір сұрақ шығады да, сұраққа жауап беру арқылы белгілі бір балдарды жинайды. Сондай бір ойынды пайдалы тұсқа айналдырса деген ой бар. Мүмкін сол кезде оқушылар ойын ойнаған кезде кішкене бір әлемдік мәселелерді шешуге, мүмкін осознанность дейміз ғой, жаңағы қандай жағдайлар болып жатқанын түсінуге және оны шешуге мүмкін талаптанар деген оймен. Сәлеметсіз. Насса жұмыс ретінде барыңызда сіз? Насса жұмыс ретінде барыңызда? Мен оқушылармен бардым. Сіздер сияқты оқушылар ол жаққа жоба қорғауға барған. Сол жоба қорғауда оқушыларға супервайзер ретінде барған болатын. Сәлеметсіз. Ғылыми дерек пен жалған ақпаратты қалай ажыратуға болады? Ғылыми дерек пен жалған ақпаратты. Жалпы сіздерде университетте мүмкін үйреткен шығар, крап деген тест бар. Крап деген әр әрпі бір нәрсені білдіреді. Мысалы, бірінші ол бір мысал айтайын, ол ақпараттың авторы кім? Мысалы болады, тамақ туралы айтып жатады да, мына тамақты жемеңіздер, ол жерде осындай денсаулыққа әсері бар, қан жүйесі ауруларын тудыру мүмкін деп. Бірақ авторына қарасақ, фуд-блогер мысалы. Қаншалықты фуд-блогер денсаулық туралы дұрыс ақпарат бере алады? Яғни біз авторына қараймыз, сосын оның қандай ақпарат көзінде жарияланғанына қараймыз. Мысалы, кейбір журналдар олар тек қана ақша табу үшін аудармасын білмеймін, Predator журнал деп аталады. Яғни ол жерде тек ақша берсең, любой ақпаратты ол жерге жариялай аласың деген сияқты. Ал кейбір журналдар олардың бір мақаланы жариялау үшін өте үлкен процесстен жүреді. Мысалы, National Geographic ол сенімді ақпарат көзі, өйткені ол жерде редакторлар отырады, барлығын тексеріп, ақпараттың шын өтірік екенін қарайды. Ол да бір екінші критерий болуы мүмкін. Так, крап. Потом үшінші критерий аккуратность. Мысалы, сөздер қате ма, дұрыс сөздер қолданылған ба, кейбір орфографиялық мүмкін, грамматика жағынан егер қате болса, ол бұл сапасыз ақпарат дегенді білдіреді. Сосын, так, credibility, П деген, ұмытып қалдым. Осындай, негізі қарап көрсеңіздер болады интернеттен, крап тест деп аталады. Жалпы ақпаратты қараған кезде осы критерийлармен қарап сізге бір сапасы, мақаланың сапасын көрсетеді. Жақсы, рахмет Назерке ханым.